Біз сіздермен екінші модульге көшеміз. Екінші модульдің тақырыбы оқу бағдарламасындағы функционалдық сауаттылық. Бұл екінші модуль негізгі 4 тақырыпты қамтиды. Бірінші, функционалдық сауаттылықты қалыптастыру туралы мемлекеттік оқыту бағдарламасы. Мемлекеттік оқыту бағдарламасы және өтпелі тақырыптар, тікелей тақырыптар мен өмірлік маңызды мәселелер және өмірлік маңызды мәселелердің мысалдары. Жалпы бүгінгі таңда мектепте оқу мен жазуды үйрену академиялық мақсаттармен шектелмейді. Оған күнделікті өмір мен жұмысқа байланысты функционалды және операциялық мақсаттар кіруі керек. Жаңартылған мемлекеттік оқу бағдарламасы мұғалімдер оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға бағыттайды. Ана тілін оқыту кезінде мәтінге баса назар аударылады. Коммуникативтік тәсіл, өзекті және мультимәдени ортаның ерекшеліктері ескеріледі. Тіл және әдебиет пәндік циклі бойынша бағдарламада тілдік және әдеби құзыреттілік бөлімінде оқытудың әртүрлі сатыларында дағдылар мен бірліктер қайталанады. Мәселен, әртүрлі мәтіндерді, яғни ақпараттық және қолданбалы сипаттағы әдеби мәтіндер, ақпаратты түрлі көздерден ала білу, бақ пен интернеттен ақпаратты табуға және сыни бағалауға үйрену, дерек көздерді пайдалана білу және оларға сілтеме жасай білу, кестелерді, диаграммаларды, схемаларды, шартты белгілерді оқи білу және оларды өз мәтіндерін дайындауды қолдана білу, мәтіндемен жұмыс кезінде әртүрлі оқу стратегиясын жүзеге асыру. Міне осылардың барлығы функционалды оқу сауаттылығын қалыптастыру кезінде мемлекеттік оқыту бағдарламасымен байланыстылығы көрінеді. Мемлекеттік оқыту бағдарламасы және өтпелі тақырыптар. Оқытудың жаңа бағдарламасында өтпелі тақырыптарға ерекше көңіл бөлінеді. Ортақ тақырыптар, яғни оқу пәндерін интеграциялау әдістерінің бірі. Онсыз қазіргі заманғы оқушылардың мәселелерін шешу мүмкін емес, себебі олар әртүрлі пәндерде бірдей оқылатынын түсінбейді. Мектеп өз оқушыларын алған білімдерін күнделікті өмірде қолдануға үйретуі керек. Сондықтан да ортақ тақырыптар мен олардың оқу пәндерінде интеграциясы бұл оқытудың жаңа бағдарламасының негізгі ұғымдары. Яғни қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінде біз өзіміз білеміз, әсіресе қазақ тілі оқулығында басқа пәндердегі ұғымдар, түсініктер беріледі. Яғни сол туралы мәтіндермен оқушылар танысады. Тікелей тақырыптар мен өмірлік маңызды мәселелер. Мұғалім ақпараттық технологияларды дамыту дәуірінде оқушының күнделікті өмірі контекстінде ақпаратты іздеу, түсіну, түрлендіру және пайдалануға және өмірлік маңызды мәселе шешуге байланысты оқу тапсырмаларын жобалау қажет. Осы мақсатпен, мысалы, қоршаған орта және тұрақты даму деген тақырып бөлімде және мәдени өзіндік ерекшелік және бірегейлік тақырыптармен байланысты оқу жағдайларын жасау үшін нақты өмірден алынған мысалдарды ал оқу тапсырмалар үшін материал ретінде хабарландырулар, жарнама, нұсқаулықтар, мәзір, кіру билеттері және тағы басқа қолдануға болады. Яғни бұлардың барлығы оқу сауаттылығын дамытуға арналған тапсырмалар. Өмірлік маңызды мәселелердің мысалдары. Мемлекеттік мекемелерде, жастар орталықтарында жұмыспен қамту және тағы басқа орталықтарда жұмыс туралы ақпаратты іздеу, яғни үздіксіз оқыту мен мансапты жоспарлау, электронды сауалнамаларды, қағаз сауалнамалар, тіркеу сауалнамаларын толтыру, жеке деректерді қорғау туралы түсінік, яғни үздіксіз оқыту мен мансапты жоспарлау, денсаулық және қауіпсіздік бөлімдерімен байланысты. Көліктің барлық түрлеріне билеттерді іздеу, көлік қозғалысының кестесі, бұл қоршаған орта және тұрақты даму бөлімімен байланыстыруға болады. Демалыс және ойын-сауық мүмкіндіктер туралы ақпаратпен жұмыс, бұны мәдени өзіндік ерекшелік пен бірегейлік бөлімімен байланыстыруға болады. Ауа райы мәліметтер бар сайттарды пайдалану, ол қоршаған орта және тұрақты даму бөлімімен байланысты. Географиялық картамен жұмыс, қоршаған орта және тұрақты даму бөлімімен байланыстыруға болады. Аспаздық рецептрлерді пайдалану, яғни мәдени өзіндік ерекшелік пен ұқсастықты бөлімінде байланыстыруға болады. Фильмдер, кітаптар, музыка және тағы басқа туралы ақпаратты іздеу, ол мәдени өзіндік ерекшелік және бірегейлік, құндылықтар және мораль бөлімдерімен байланыстыруға болады. Интернетке тауарлар таңдау, интернеттен тауарлар таңдау, яғни қоршаған орта, тұрақты даму, технологиялар және инновациялар бөлімімен танысу кезінде осыларды пайдалануға болады.
Бұл сіздерге берілген екінші модуль бойынша теориялық білім. Сіздер көрсетілген сілтеме арқылы осы модульге байланысты Word түріндегі тапсырманы мәтінді оқуларыңызға болады және осы тақырыпты ары қарай дамыту, қалыптастыру үшін тапсырмалар орындай аласыз. Ол үшін мына алдарыңызда тұрған сілтемені қолдануға болады. Сәттілік тілеймін.